Біздің арамызда бір үлкен бір сыйлы ағамыз отыр. Ол белгілі жазушы, Қытай Халық Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Осында іріскелеміз. Сол кісі бір минут сөз сұрайды. Мынау әлемдегі халықтың барлығы да өзінің тілін ана тілі дейді. Бұл тіл анасыз болғандықтан біздің анамыз деген сөз. Анасын сыйламаған халық емес. Тіл жойылса, ұлт та жойылады деп айтылып жатыр. Бұған мен бір мисал келтірейін. Қытайдың Пекин қаласында сары ұйғырлар деген бар. Бұлар бірнеше ғасырдың алдында Қытай ассимиляция болып кеткен. Солар әзір ұйғырмыз дейді, тілінен де, ділінен де, дінінен де, барлығынан да айырылды. Мен өзім Қазақстанға келгеніме 15 жыл болды. Шетелдегі қазақтар неге келіп жатыр бұл жаққа? Ел тәуелсіздік алды. Ұлтым үшін, ата мекенім үшін деп келді. Әрі елбасы өзі шақырды. Шетелдегі қазақтар келсін деді. Соның кейін келді. Ал енді бізді оралман, қандастар деп жатырсыздар. Қандастарымыз ба, оралманымыз ба білмеймін. 1984 жылы Қытайдың Мәншін хандығыменен Шарусияның шекара келісімінде қазақтың ұлы даласына көкірегінен қақ бөлініп, ар жағында қазақ, ар жағында қалған, бер жағында қазақ, бер жағында қалған. Біздің сол ата мекеніміз болатын. Содан келіп отырмыз. Ал ел тәуелсіздік алды деп келдік біз. Келсек, біз Қазақстанға келген сияқты емес, Ресейге келген сияқты болып қалдық. Содан кейін біз Қазақстан келдік пе, әлде деген мақала жаздым, ол шыққан. Неге? Біз қазақ мемлекетіне келмеген сияқты, Ресейге келген сияқты болып қалдық. Ал тәуелсіздік деген не? Мұның үлкен 4 шарты бар. Бірі тіл тұтастығы, территория тұтастығы, экономикалық тұтастық, мәдени тұтастық, басқа да тұтастықтар бар. Бұл 4-еуі болмаса, ол қайтып мемлекет болады. Біздің тіліміз тәуелсіздік алды ма? Алған жоқ. Ел тәуелсіздік алғанмен тіл тәуелсіздік алған жоқ. Тіл тәуелсіздік алсын, осы үшін күресіп отырмыз. Менің сөзім осымен.